Әйгілі көңіл толқыны күйінің келі тарихы қалай? Бүгін Ерлан мұғалім сіздерге әңгімелеп беретін болады. Белгілі күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Секен Тұрысбековтың көңіл толқыны күйін тыңдамаға жан кемдеген. Кез келген адам шығарманың алғашқы әуенін естіген бойда толқындай тербеліп, тұла бойының еріксіз ырғалып кететінін сезбей де қалады. Көңіл толқыны нағыз өміршең шығарма. Секен ағаның айтуы бойынша, бұл күй тағдыр тәлкегіне түскен кезде дүниеге келген. Көңіл толқыны 1985 жылдан 1987 жылдар аралығында туған. Секен Тұрысбеков 2 жасар Жанар және Анар атты қыздарынан табан асты айырылып қалған. Бірін көлік қағып кетсе, екіншісіне көз тиіп қайтыс болған. Қос бірдей баласын жер астына тапсырған Секен Тұрысбеков ауыр күйге түсіп, қатты ұйықтап кеткен. Жер бетіне сыймай қайғы жамылған сәтте көңіл толқыны күйін өмірге келеді. Күй бірден көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, кеңінен таралады. Тіпті алыс жақындағы жұртшылық күйді тыңдаған бойда оның авторын іздестіріп, күйдің шығу тарихын білгілері келеді. Тыңдармандар күй тарихын сұраған кезде, автор іштегі орны толмас өкінішті сыртқа шығармас үшін бұл күй Невада Семей қайғысына арналған деп қоя берген. Секен Тұрысбеков көңіл толқыны кітабында былай деп жазады: күйдің өзегінде әкенің орны толмас өкініші мен өксігі жатыр. Көңіл толқыны өзіне дейінгі ұлы күйші сазгерлердің рухани жалғасы болғанымен, ішкі табиғаты мүлде бөлек. Жүрек қылын дірілдете шертетін күші бар. Тыңдаушысын ой мен сезім тұңғиығына тартатын туынды.